Ұшақ па, пойыз ба? Ұшақ. WhatsApp, Telegram, WhatsApp. Telegram. Астана ма, Алматы ма? Алматы. Теория, тәжірибе, Теория. президенттік республика, парламенттік республика. Парламенттік. iPhone ба, Samsung ба? iPhone. Қолма-қол төлем, электрон төлем. Электрондық. Веган болу, ет жеу, Ет жеу. Ет жеу. Ет жеу, етсіз күн жоқ қой. шай ма, кофе ма? Шай. Мархаба. XYZ дубль 1 кадр 1. Мен Сұлтанхан Аққұлы, Еуразия ұлттық университетінің Алаш ғылыми зерттеу институтының директоры боламын. Биыл мен Алпысқа келдім. Негізгі мамандығым филолог. Есімім Перизат Мырзахмет, жасым 37-де, жұлдызнамам Шаян. Дәл қазіргі кезде креатив продюсер болып жұмыс істеймін. Негізгі мамандығым сценарист редактор. Менің атым Назерке. Мен жасым 21-де. Мен қазір Қазақ ұлттық өнер университетінде өнертану мамандығында оқимын. Бос уақытымда қолдан түрлі әшекейлерді жасағанды ұнатамын. Қазақ тілінің болашағы жарқын. Оған кәміл сенемін. Өйткені егер тіпті сол біз тәуелсіздік алған 90-шы жылдардың басымен салыстырғанда, қазір қазақ тілін қазақтың өзі ең алдымен, қалада өскен қазақтың өзі біртіндеп үйрене бастады. Парламентте көбінесе қазір үкіметтері мемлекеттік тілге сөйлей бастаған жағдай бар. Әрине, бұның бәрін жеделдетуге болар еді, егер бізде шынайы демократиялық жағдай орнаса. Біз парламенттік жүйеге өткен жағдайда, мәселен, әкімдер сайланатын болса, біз парламенттік жүйеге өткен кезде, ол кезде саясаткерлердің бәрі сол халықтың тілінде сөйлеуге мәжбүр болады. Яғни конституцияға сәйкес. Бүгін маған қазақтың өзінің қозғалғаны ұнайды. Бұрын қазақ тіл мәселесін тек қана бір билік қана шешу керек сияқты, дамытсын, тілді дамытсын, олар неге осыған әрекет етпейді, ақша құймайды, неге бізге жағдай жасамайды деген сияқты нәрсе айтатын. Бірақ қазіргі жастар буын әсіресе келген, олар өз қолдарына алды барлықтарын. Мен барынша әлім келгенше сол жастарды қолдауға тырысам. Олар жан жақты тарихты да өздері зерттеп жатыр. Бізге кеңес үкіметі үйретіп кеткен тарихтың барлығын аударып, төңкеріп, бұның бәрі бұлай емес, бұлай болды деп. Соның арқасында тілдің негізгі қасиетін қазіргі заманауи жаңағы, қалай деп айтсам екен, қазіргі заманауи стильге келтіріп, тілдің қашанда тірі мүше екенін дәлелдеп жүр біздің жастар. Әрине қазіргі соңғы жағдайларға орай көптеген күдік күмән ойлар келсе де, жалпы бұл мәселелердің барлығы көп адамның санасын оятып жатқан тәрізді. Жалпы менің көп таныстарымның арасында да көбіне орысша сөйлеп жүрген, немесе тілді менсінбей жүрген, немесе теріс, таптаурынды көзқараста жүрген адамдардың көп пікірі өзгере бастады. Көбі тілді қолдай бастады. Яғни осы қазақ тілінде сөйлеуді талап ету, қазақ тілінде жиі сөйлеуді бұрын ұлтшылдық, яғни негатив мағынада көретін адамдар қазір оның негізі себебін, түп тамырын түсіне бастады деп ойлаймын. Біз барынша жаңағы сырттан келетін білімнен үркей бермей, керісінше соны біздің тілімізді дамытуға қолдануымыз керек. Қазір қуанышымызға орай әлемдік брендтер тілді мойындап жатыр. Бұл мұндай ұлт бар екен, мұндай тіл бар екен мойындап жатыр. Сол осы сәтті пайдаланып, біз барынша өзіміз атсалысуымыз керек. Сондықтан барлығы өз қолымызда. Ол үшін қазақты байытуымыз керек, қазақ ұлты баю керек. Байығанда өзінің тілінен ұялмайтындай жағдайда болады. Әйтпесе кедейдің тілі болып қалып жатыр әлі күнге дейін. Жастардың арасында, әсіресе менен кішірек мектеп жасындағы балалардың арасында бәрібір көбіне орыс тіліне бейімділік байқалады. Бірақ бұл енді бұл кезде оқу жүйесін және осы интернеттегі қазақ тілінің рөлімен айналысу керек деп ойлаймын. Ең басты мәселе орыс тілінің мәртебесін өзгертуіміз керек. Сөзсіз, оған ешқандай дау болмау керек. Біріншіден, орыс тілінің мәртебесін қазір жоғары өсіп тұрған мәселе ең бастысы
ол орыс тілі ұлт аралық қатынас тілі деген жағдайы оны көтеріп тұр. Ал негізі ұлтаралық қатынас тілі болып, ол мемлекеттік тіл, яғни қазақ тілі болуға тиіс. Бізді қазақ ата әжелеріміз қалай өсірді? Ысырап, обал деп өсірді. Ал ысырап, обал дегеніміз ол кәдімгі минималистік философияны ұстанатын нәрсе негізі. Көп нәрсені қолданудың, көп нәрсені пайдаланудың қажеті жоқ. Адамның өміріне өзі көп нәрсе керек емес негізі. Бірақ заманның ығыменен әрине жаңағыдай брендтің соңынан қуу, бір сәннің соңынан қуу, сәннің соңынан қуып жете алмайсың, брендтің соңынан қуып жете алмайсың. Бірақ нәрсені ұстануымыз керек, миымызда мына нәрсе қалыптасу керек. Сәннің соңынан қуып жете алмайсың, ал стиль мәңгілік сақталады. Егер стилің минималистік болса, сен табиғатқа да зиян келтірмейсің, өзіңе де зиян келтірмейсің, еліңе де, экономикаға да зиян келтірмейсің. Мен өз басым әрине жақсы сапалы киінгенді жақсы көремін. Бірақ мен өз басым көп, қалай десем, маған керек емес деп санаған көп нәрседен арылған. Минималистік бұл меніңше заман талабы. Өйткені мысалы біраз жыл Еуропада тұрғанымда, Еуропа халықтарының басым көпшілігі тек өзіне тікелей қажет нәрсені ғана сатып алады, соны пайдаланады, артық ештеңе ұстамайды. Қазір салыстырмалы түрде шамамен минималистік тұрғыда өмір сүріп жатырмын деп айта аламын. Себебі үйден өз үйінен жатақханаға көшіп келгенде, мысалы көп заттарымды қалдырып кеттім осы жылы. Бұрын көп тасып алып келетін, осы жылы тек қана ең керегін ғана қалдырдым. Және де менің содан тағы бір маған ой келеді. Негізі жалпы минимализм деген сөз қазіргі кезде көп айтылса да, бұл жалпы біздің тарихи генетикалық тұрғыдан алып қарағанда, ол біздің қазақтарға, біздің ата бабамызға негізі сай нәрсе. Өйткені бізде бұрын үнемі көшіп қонып жүргендіктен, жалпы біздің ата бабаларымыз ондай көп дүние жинауға, құмар болмаған деп ойлаймын, себебі ол тиімсіз болды. Қазіргі болып жатқан біздің ысырап тойлар, ысырап жаңағыдай брендтің соңынан қуу дегеннің барлығы ол кеңес үкіметінен қалған сарқыншақ. Кеңес үкіметінде осы алғашқы жаңағы некелесу тойларын қалай тойлағанын оқысаңыздар тарихын, сонда түсінесіздер біздің қазір мынау той жарыстың, сөз жарыстың қайдан шыққандарын. Сондықтан қазақ халқының тойлары ондай ысырапшылдыққа бой бермеген. Қазақ тойға шақырған кезде жаңағы кедейлерді тойдыруға тырысқан. Ал біз қазір байларды жинап аламыз да, байларды тойдыруға тырысамыз. Біздің халқымызда ойлап қарасақ, 30 жылдық тәуелсіздік ішінде біздің мемлекет кәдімгі тұтынушы мемлекетке айналды. Жоғары жақтан бастап. Бұл дәстүр ең алдымен сол жоғарғы саяси билік тарапынан келе жатқан жаман дәстүрлер еді. Ал халықтың басым көпшілігі қазір жағдайы өте ауыр. Сондықтан ол халық онсыз да минималистік жағдайда ғұмыр кешуде. Мен президент болсам, білмеймін, енді бұндай өте утопиялық сұраққа жауап беретін болсам, ең алдымен қазіргі көп халықтың көкейінде жүрген көп талап етіліп жатқан талаптарды орындайтын еді. Мысалы, ең алдымен сол қаңтар қырғынындағы адамдардың, яғни нақты сол қылмысты жасаған адамдарды жазалау деген сияқты, сосын тіл туралы саясатты жаңа өзгерістер енгізу. Енді қазір енгізіліп жатыр, ұсыныстар келіп жатыр ғой, азаматтық берілмейді деген сияқты. Сондай заңдарды күшейтетін едім, сосын тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы жазаны күшейтетін едім. Тағы да мектеп білім сапасын арттыратын. Және де мәдениет және спорт министрлігін екіге бөлетін едім, себебі екеуі бірге болмауы керек, екеуін жеке жақсылап тұрып дамыту керек деп санаймын. Қазақ халқының тарихта көп есесі кеткен халық. Жазықсыздан жазықсыз таяқ жеген, озбырлық көрген. Енді қазір біздің президенттің қолында деймін, осы халыққа сол есесін алып беру. Қолымызда тәуелсіздік бар,
қолымызда барлық байлық бар. Сол байлықты пайдалана отырып, тәуелсіздікті пайдалана отырып, халықтың есесін алып беруіміз керек. Ол үшін мен бірінші кезекте, егер президент болатын болсам, бірінші кезекте қазақ тілді жастарды тегін оқытуды жоғарғы оқу орындарда бірінші кезекке қояр едім. Мен қазақ тілді жастардың барлығы базар жақты айналып жүргенін емес, бизнесті айналып жүргенін қалар едім. Мен қазақ тілді жастардың шетелдік үлкен университеттерде оқуына жағдай жасағанын қалар едім. Және ол таңдаулы бір санаулы адамдардың емес, барлығының бірдей оқуға мүмкіндік алғанын қалар едім. Президент бола қалсам, ең алдымен Қазақстанды парламенттік жүйеге өткізетін. Ал президент, ол былай айтқанда номиналдық түрде тек мемлекет басшысы және жоғарғы әскери қолбасшы қызметін атқару керек. Ал ішкі жағдайда жалпы атқарушылық, жоғарғы атқарушылық билік ол үкіметте болу керек, бірақ үкімет әрбір жұмсаған тиыны үшін парламент алдында есеп беріп отыру керек. Ал сосын әкімдерді, барлық деңгейдегі әкімдерді сол жергілікті халық сайлау керек. Сонда ғана әкімдер халықтың қамын ойлайды, халықтың мүддесін қорғайтын болады. Екінші мәселе ол біз мемлекетімізді таза инвестициялық сырттан келетін күшке ғана, сырттан келетін ақшаға ғана сеніп алып отырмыз да. Сол нәрсе мені алаңдатады. Мен егер президент болатын болсам, біз елдегі шағын кәсіпкерлерді дамытып, олардан үлкен бизнесмендер шығарып, сол бизнесмендердің күш қуатын, ақыл айласын, әдістерін пайдалана отырып, бір идеология, ұлттық идеология жасар едім. Қарапайым мысал келтірейін. Ескі тозығы жеткен кірпішпен сен жаңа ғимарат тұрғыза алмайсың. Дәл қазір сол кешегі тұңғыш президенттің билігінен қалған қайраткерлермен біз жаңа Қазақстан, жаңа демократиялық немесе парламенттік республика тұрғыза алмаймыз.